Саламатсыздар ма? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мен осындай бір әдемі құрақтың тігілу әдісін көрсеткім келіп отыр. Бұл блок 12-де 12 болып келеді. Осы құрақтан, осы блоктан бірнеше құрақ шығаруға болады. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ал енді бастаймыз. Бізге керегі екі түсті лента, қоңыр түс және қызыл түсті лента. Білесіздер, ені 3 сантиметр. Сосын астарына табандыққа бөз мата керек. Ені мен 13-те 13 қып алдым. Ортасын сызғышпен белгілеп аласыздар. Ортасына атлас алдым. Партерна атлас. Астары флизеленделінген. Ені 4,5-да 4,5. Ортасына атласты қойып аласыздар да, бұрышын сызған линейканың сызған бойымен тепе-тең болып келу керек. Әйтпесе ортаңғы құрағыңыз дұрыс шықпайды. Лапканың бойымен нені екіге қойып аласыздар, қадамын екіге қойып аласыздар да, лапканың бойымен тігесіздер. Сәл ішке қалыңдау, ішке қарай кету керек. Әйтпесе атлас сөгілгіш келеді. Оны білесіздер. Артық жіптерін алып тастаймыз. 4 бұрышын тігіп аласыздар. Мен өзім солай жасаймын көбіне. 4 жағын айналдырып тігемін. Артқа қарай бір жүріп өтесіздер. Инені алмайсыздар. Лентаның түгін төмен қаратып, квадраттың бойымен қоясыздар. Сәл жоғарырақ аласыздар. Өйткені лентаны сәл жоғары шығарып саласыздар. Сөгу қаупі бар. Екі бұрышты қызылмен тігіп өтесіздер. Енді үшінші бұрышын қоңыр лента қоясыздар. Бұл жерде енді 4 бұрыш, 4 бұрыш, 2 бұрышын қоңыр лентамен тігесіздер. 2 бұрышын қызыл лентамен тігесіздер. Жіпті үзбей тігесіздер. Енді менің бұл үзбей тігу қалай деп сұрасаңыздар, кейбір кісілер білмейтін болса, алдыңғы видеоларымда барлығы бар. Осы үзбей тігу әдісі көрсетілген болатын. Соған кіріп көрсеңіздер болады. Каналда видеоның соңына ссылкасын қалдырып кетем. Соған қарап көріп балаларыңызға болады. Қызылды бір тігіп өтесіздер. Шетінен жаймен қиып аласыздар, бірақ шеті сәл 1 мм-де асып тұру керек қиған кезде. Бізде бұл жерде 3 қатар қана тігіледі. Ені блок бізде 12-де 12 ғой, табандығын 13-де 13 қып алдық. Осындайдан мен енді біреуін ғана сіздерге көрсетемін. Негізі 4-теуінен бір әдемі дизайн құрақ шығаруға болады. Бірнеше құрақ шығаруға болады. Қазір соңында мен сіздерге көрсететін боламын. Кейбір кісілер менің видеоларымның астына комментарий қалдырып кеткен, WhatsApp-ма шығатын кісілер бар. Біз тіккен кезде тура шықпайды. Неге құрағымыз біздің қисық шығып жатыр деген сұрақтар болып жатыр. Ол себеп сіздерде ортасында жаңа 4 бұрышты көрсетіп өтірдім ғой, линияны сызғышпен сызған соқан, ортасындағы квадратты туралап 4 бұрышын салуларыңыз керек. Одан бөлек тіккен кезде ленталардың барлығы лапканың бойымен аласыздар. Немесе лапкаларыңыз жалпақ болса, ортасымен белгілеп сызып отырып тігесіздер. Сол кезде түзу шығады. Құрақтарыңыз түзу әрі әдемі болып шығады. Енді қоңырдың соңғы 3-ші қатарын тігеміз.
соңғы лентаны қиып аласыздар. Енді шетін мен көп бөзбен тіккен кезде шетін зигзагпен тігемін. Өйткені сақтықта қорлық жоқ дейді. Өйткені анау сөгіліп кету қаупі бар, сондықтан көбіне зигзагпен тігемін. Егер сәтен, шыт, басқа маталар болса, зигзагпен тігу не обязательно. Бөз матаңыз өте тастай қатты мата болса да тікпей ақ қойыңыздар. Егер қол машиналар бар, кейбір баяғы подольский машиналарда зигзаг жоқ, сондықтан зигзагым жоқ демей, кәдімгі түзу тігіспен де тігуге болады. Бірақ мен көбіне осылай тігемін. Артық жерін барын қиып алып тастайсыздар. Осындай әдемі блок шықты. Астарын үзбей тігілгесін осындай болады астары. Енді осыдан әртүрлі дизайн жасап шығаруға болады. Бір құрақ көрпеше тігетін болсаңыздар, осындай блоктардан 35-40 штук, одан да көп штугын тігіп, әдемі дизайн құрақ шығаруларыңызға болады. Немесе басқаша ортасына ою саласыздар, басқа құрақ келтіресіздер, жектеріне осындай әдемі қып түрлендіріп жасауларыңызға болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Әрине тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Серікгүл Медетбайқызы. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.